Iya. Жарайды, үйретейін қызым. Жүріңдер балаларым, олай болса, мен сендерге ұлттық ойындарды үйретіп ойнатайын. Балалар, қарайық, мынау асық ату ойыны. Мына шеңбердің ішінде сызық бар, асықтар тізулі тұр. Енді сендер бір-бірден мына қызыл асықты алып, келіп, мына жерден асықтарды тігіп тұрған атасыңдар. Кім қанша асықты қуатады, сол сонша ұпай жинайды. Бұл ойынның ережесі, мына шеңбердегі сызықтар арқылы секіреміз. Шексіздік арқылы секіріп, әуен қосылғанда секіреміз де, әуен тоқтаған кезде біз тоқтап қаламыз. Содан соң астындағы ұяшықты ашып қараймыз. Алып қараймыз суретіне. Ненің суреті бұл? Ойыншықтар. Оларды не істейміз біз? Ойнаймыз. Әміре аша ғой. Сенде не шықты, Әміре? Сүйек шықты, яғни ойында ары қарай жалғастыра береміз. Тоқтаймыз. Аша ғой. Айкон аша ғой. Не шықты? Сүйек бойынша ойында ары қарай жалғастырасың. Ашамыз. Асен аша ғой. Мұрагер аша ғой астына. Иә, нелер бұлар? Асен? Құстар. Қандай құстар? Айта қойшы. Қарлығаш. Қоқылдақ. Не шықты? Мұрагер? Ойыншықтар. Не істейміз онымен біз? Ойнаймыз. Қазір біз тақия тастамақ ойнаймыз. Ол ойында мен қазір өлімімізге қайтып, сендерді айналып жүреміз. Кімнің ортасына тақия түседі? Екі баланың ортасына тақия түседі. Екі бала орнында тұрып, қарама-қарсы шығып келіп, кім бірінші тақияны жерден алса, сол бала жеңімпаз болады. Түсінді ме балалар? Олай болса, ойынға кірісейік. Ойын бар, бір ойын бастамақ, аты оның тақия тастамақ. Ойынымыз басталды, тақия жерге тасталды. Сендер ойын ойнап шаршаған шығасыңдар. Қарындарыңды ашқан шығар. Енді бауырсақ жеп, ақтан ауыз тиіңдер.